Олардың бәрі ұсқынсыз қыздың бай үйге ұзатылып келген алғашқы күннен бастап оны ең төмен дәрежедегі қызметшісі ретінде қарады. Өгей енесі де оны ұнатпай, ара ұясына баруға жіберген. Ол қатты қиналып, айқайлап жылап, сатыдан құлаған сәтте, бағына орай, оның соқыр күйеуі Раджив қайтадан пайда болып, оны ұстап алды. Раджив Кумидің ара ұясына барғанын білгенде, ашуланған ол, үлкен бай үйде басқа қызметкерлер бұл жұмысты істей алмай ма деген ой келді. Ол Кумиден өз-өзіне құрметің бар ма? Өзіңді сыйламасаң, басқадан қалай құрмет күтуге болады деп ашуланды. Інісі Радживдің сөздері тым қатал деп сынады. Ағасы Кумиге мүлде мән бермей жатқанын айтты. Егер бұлай боларын білгенде, Кумимен үйленбегенің дұрыс еді деді. Раджив оған бұл сенің кінәң деп жауап берді. Екі бауыр осылай дауласып кетті. Апайы өгей енесін кінәлап, осының бәрі оның жасағаны деді. Бауджи шығып, әйелін қорғап, Куми де кәдімгі үй қызметші екенін, кәдімгі қызметшінің жұмысын орындау оның міндеті екенін айтты. Осылайша бүкіл отбасы ренжіп тарады. Куми тек өз жұмысын дұрыс істемегендіктен бәрін ренжітіп қойдым деді. Сол сәтте барлығы көңілі жабырқап отырғанда бірден тағамның иісін сезді. Бұл иіс барлығын елітіп дәлізге тартты. Олар Кумидің дәмді тағам жасап отырғанын көрді. Дәлізде ыдыс-аяқтар дайын тұрды. Куми оларды отырғызып, ас ішуге шақырды. Бауджи қызықпады. Ол Кумидің көңіл күйі шынымен мықты екен деді. Апайы бірінші болып отырды. Бауджи мен өгей енесі де отырды. Куми оларға бір-бірлеп тағам берді. Барлығы бір тілім татып, дәмді екенін сөзбен айтып жеткізе алмай қалды. Тіпті Бауджи де Кумидің шеберлігін мақтады. Куми Радживке де тағам берді. Раджив бұл иісті бұрынғыдан өзгеше сезді. Кім жасағанын білгісі келді. Оның аяғының сылдырынан. Ол Куми келгенін білді. Раджив Кумиге не істеп жүргенін сұрады. Куми сенімен бірге ас ішемін деді. Сырттағы адамдар бізді сүйіспеншілігі жарасқан жұп деп ойлайды. Тіпті бір-бірімізді тамақтандырады деп ойлауы мүмкін деді. Раджив бұл сөзді естіп қатты ренжіді. Бізде ешқандай байланыс жоқ. Басқаларға қате түсінік беруге жол бермеймін. Мен төменге түсіп, барлығымен бірге ас ішкенді қалаймын деді. Бұл шындығында Кумидің негізгі мақсаты еді. Бұл Раджив үшін соқыр болғаннан кейін алғаш рет ас үстінде пайда болуы еді. Барлығы таңғалып, сенбей қарады. Куми Радживді бос орынға отырғызғысы келді. Бірақ Раджив бас тартты. Куми оған 5 қадам жүріп, солға бұрыл деп ишара жасады. Бұл Радживтің ішкі жолды есте сақтау тәсілі болды. Раджив тағамнан бір тілім татып қайтадан мақтады. Санджив Радживтен кешірім сұрады. Раджив мен бәрін ұмытып кеттім деді. Куми екі бауырдың қайта тату болғанына қуанып, жұмысты бітірген соң өзінің денесінде ара шақ кеткен жерлерінің ауырғанын сезді. Сондықтан бірден тіс пастасын іздеп, жағуға тырысты. Бірақ затты төгіп алды. Жерден жинап, қолына паста жақты. Бірақ арқасындағы ауырған жерге жетпеді. Раджив дыбыс естіп, ішке кірді. Қолына жағылған нәрсені сезді. Бұл май емес, тіс пастасы екенін білді. Раджив Кумиге жақпа май берді. Куми қолым жетпейді деді. Раджив оны қолынан ұстап, қайда екенін айт, мен көмектесемін деді. Куми сәл ұялып, Радживтің қолын ұстап, арқасына тигізді. Раджив осы жерме деді. Куми тағы төменірек деді. Радживтің саусақтары Кумидің денесіне тиіп, Куми жүрегінде белгісіз сезім пайда болды. Арқасына жақ болған соң, Раджив тағы басқа жер бар ма деді. Куми қолын қайтадан алып, бетіне қойды. Раджив абайлап жағуды жалғастырды. Екеуі бір-біріне жақындады. Кенеттен қоңыраудың дыбысы бәрін үзіп жіберді. Хансини бөлмеде қоңырауды тоқтаусыз басты. Санджив осылай кешкісін Кумиге неге қоңырау шалып жатырсың деді. Хансини бетінде безеу пайда болып, Кумидің кешкі асы өте майлы болғанынан, сол себепті Куми бірден шешімін табуы керек деді. Куми орағышын жауып, шығуға дайындалды, бірақ шаршап тұра алмады. Раджив қолынан ұстап, бірге жүруді өтінді. Кейін Раджив қонақ бөлмеде қоңырауды тоқтаусыз басты. Барлығы дыбысқа шығып не болды деп сұрады. Раджив бәрі естіді ме деп сұрады. Ағайы естідік деді. Раджив жақсы, мен өзімді соқырмын деп, ал сіздерді кереңбе деп ойласам, естиді екенсіздер ғой. Жақсы деді. Кумиді ортаға шығарып, барлығына Куми бұл үйге не үшін келді деп дауыстап сұрады. Бауджи айқайламасаң да бәріміз естіп тұрмыз деді. Раджив менің сұрағыма жауап бер деді. Бауджи Куми саған келген деді. Раджив қоңырауды алып, егер маған келген болса, неге бәрі оны осы қоңыраумен жұмысқа мәжбүрлейсіңдер деді. Өгей енесі бірдеңе айтқысы келді. Раджив жап аузыңды деді. Куми бұдан кейін ешкімге қызмет көрсетпейді, бұл ескерту деді. Өгей енесі бірақ Куми қызметші ғой деді. Раджив қызметші болса, Радживтің қызметшісі тек менің бұйрығымды орындауы керек деді. Өгей енесі осындай қызметші не үшін керек деді. Раджив бір сөз айтпа деді. Ол қоңырауды бер деді. Куми қоңырауды ұстатты. Раджив бұдан кейін бұл үйде тек мен ғана осы қоңырауды басамын. Егер біреу ескертуге қарсы шықса, оны жазалаймын. Бәрің бұрын қалай болғанымды білесіңдер. Сондықтан менің сөзімді тыңдағандарың жөн деді. Раджив қолын созып, Кумиге қолыңды бер. Екінші қолымен қоңырауды басып, бұл бұйрық деді. Куми қолын Радживтің алақанында қойып, Раджив оны бөлмеге алып кетті. Апайы Радживке риза болды. Бауджи ашуланып, ештеңе істей алмады. Хансини бөлмеге барып, Сандживке шағымданды. Раджив ақмақта, соқырда. Куми өзін қызметші деп айтты. Біз үшін неге қызмет көрсетпесін деді. Санджив Хансиниге жап аузыңды, ағамды даттама деді. Қызғаныштан айтып тұрсың, сөйлескім келмейді. Бар ұйықта деді. Куми Радживтің айтқан сөздерін ойлап отырды. Кенеттен Раджив қоңырауды басты. Қазір саған ұйықтауды бұйырамын деді. Куми дереу жерге жатып, жақсы, мен ұйықтадым деді. Раджив мен сені төсекте жатуыңды қалаймын. Сенің жараң жазылғанша бұл бұйрық деді. Кейін бірнеше рет қоңырауды басты. Куми жақсы деді. Ол жастыққа басын қойып жатқанда, Раджив тағы қоңырау басты. Куми бірден отыра қалды. Раджив сен таңғы 6-дан кейін тұрасың деді. Куми жақсы деді. Раджив бір рет қоңырау басты. Куми қайтадан жатып қалды. Раджив жерге ұйықтады. Радживтің ұйықтай алмағанын көрген Куми ән айта бастады.
Раджив, мен енді бала емеспін. Сенің даусың ұйықтататыны белгілі, бірақ мен бұл әдетке үйренгім келмейді деді. Куми өтірік айтып, бұл оны бала кезінен қалыптасқан әдеті. Әнсіз ұйықтай алмайтынын айтты. Раджив, жарайды, айта бер деді. Кумидің даусында ол тез ұйықтап қалды. Куми оған көрпе жауып, ішінен Раджив әр күнде жақсы ұйықтасын деп тіледі. Келесі күн үйде дұға күні өткізілетін. Бірақ Раджив сыртқа спортқа шығуды қалады. Куми білетіндей, Раджив соқыр болып қалғаннан соң Құдайға сенуді тоқтатқан. Куми Радживке сенімді қайта табуға, өмірге үміт артуға көмектескісі келді. Апайы оны қолдады. Сондықтан бүгінгі дұға рәсімін Раджив пен Куми үшін жүргізеді деп шешті. Хансини дереу қарсы шықты. Апайы бұл үйдің иесі емес, шешім қабылдауға құқығы жоқ деді. Ағайы Хансиниді тоқтатты. Бұл үйді үш бауыр бірлесіп иеленеді. Апайы өмірін осы үйге арнады. Әпке де, ана да болды. Ешкім апайға сөз айтып қорламауға тиіс. Апай үйсін ұйымдастыруға толық құқылы деді. Хансини қатты сөгілді, бірақ қарсылық білдіріп. Куми Радживдің жүрегін ашуға көмектесудің жолын таба алмай, кенеттен дәліздің соңындағы құлыпталған бөлмені көрді. Бұрын апайы айтып берген еді. Ол Радживдің бұрынғы бөлмесі, ішінде оның қайтыс болған анасының заттары бар. Ол бөлмені және анасына деген естеліктерін жауып қойған. Куми күйеуі көзі көрмейтінін ескеріп, оның жүрегін ашуға көмектесу үшін күйеуі бұрын тұрған бөлмеге жасырын кіріп, оны тазалап, Радживге тосын сый жасағысы келді. Бірақ сол арқылы өрт шығып, күйеуінің естеліктерін түгелдей өртеді. Ағайы өрт сөндіргіш алып өртті сөндірді. Куми сыртқа шығарылды. Раджив иісін сезіп, жүгіріп келді. Бәрі не болғанын сұрады. Барлығы бұл бөлме оның үшін қаншалықты маңызды екенін білетіндіктен үндемеді. Тек Хансини асыға Радживге айтты. Куми, сенің ескі бөлмеңді ашып, ішіндегі заттарды өртеді деп. Раджив заттарды сипалап, жүрегі ауырып кетті. Бұл оның ең қымбат естеліктері еді. Ол Кумиді бөлмеге кіргізіп, есікті жауып, оның бұйрығысыз ешкім есікті ашпауға тиіс болды. Санджив жұмыстан келгенде ешкім оған не болғанын айтпады. Бірақ ол бөлмеден шыққан иісті сезді. Есікті ашып қарағанда бөлме өртеніп кеткенін көрді. Өрт сөнгенімен түтін әлі кетпеген. Куми түтіннен басы айналып, шамалы сәл есеңгіреп қалды. Санджив асығып келіп, Кумиге қарап, Куми болған оқиғаны айтып берді. Радживге түсіндіру үшін тырысқанымен, ол мүмкіндік бермегенін айтты. Санджив Кумиге айтты: "Бұл заңды қадірлейтін дәуір, қарапайым адамға да құқық бар. Өз-өзін қорғау мүмкіндігі бар." Куми бұрын ауылда мұндай теория естіген емес. Әкесі мен Хансини үнемі қысым көрсетсе де, ешқашан қарсы шықпаған. Кенет бір ой келді. Сандживтің адвокаттық білімін пайдаланып, Радживтің алдында судья болып ойнау. Раджив бұл әрекеттен әбден мезі болды. Не істегісі келетінін сұрады. Куми түсіндіргісі келетінін айтты. Раджив: "Кәне, айт" деді. Куми бөлмеге кіріп тек тазалап, Радживді жақсы естеліктерге қайта қарауға, өмірге үмітпен қарауға көмектескісі келгенін, өртті өз қолымен жасамағанын, өрттің себебін білмейтінін, бірақ бұл мүмкін Құдайдың оларға берген мүмкіндігі болар. Радживке жандағыларды бағалауы керек деп тұрғаны шығар деді. Раджив ашудан күліп жіберді. Куми өрттен аман сақтап қалған анасының алқасын шығарып, Радживге бермек болды. Бірақ ол оны лақтырып жіберіп, Кумиге қойылған драмаңды тоқтатып, бөлмеден шығуын бұйырды. Төменде дұға жүргізіліп жатты. Бастапқыда Раджив пен Кумиге жүргізу керек еді. Енді тек Хансини мен Санджив өткізуге тура келгенін айтты. Хансини қуанып тұрған еді. Кенет Куми төмен түсті, бірақ Раджив шықпады. Хансини өз жеңісін сезді. Өгей енесі көңілі толмады. Себебі Баучи оларға дұға жүргізуді сеніп тапсырған. Бұл оның мәртебесін білдіретін. Ол Радживдің анасының әпкесі. Баучимен бірге болса да рәсім өткізбеген. Сондықтан үйде ешқандай орны жоқ. Дұға рәсімі басталар сәтте Раджив кенет пайда болды. Ол анасының алқасын алды. Анасымен бірге өткізген жақсы сәттерін еске түсірді. Куми дұрыс айтқанын сезді. Жандағы отбасын бағалау керек. Апайы рәсімнің Раджив мен Кумиге қайта тиесілі екенін жариялады. Хансининің табақшасын Кумиге беру керек. Хансини келіспей табақшаны ұстап бермей тұрды. Апайы оны алып Кумиге берді. Раджив пен Куми рәсімді сәтті өткізді. Бәрі заттарын жинады. Раджив бөлмеге кетті. Сол кезде діни қызметкер жақсы хабар айтты. Бір қасиетті жеміс келіннің орамалына түскен. Бұл Баучи тез арада немересі болатынын білдіреді. Хансини Куминың орамалын ауыстырып, Баучиға бұл баланың тек өздерінен болатынын айтты. Баучи қуанып, ақша мен алтын берді. Үйдегі барлық нәрсе осы балаға тиесілі болады деді. Бірақ діни қызметкер дәл көргенін айтып, қасиетті жеміс Куминың орамалына түскенін айтты. Баучидің алғашқы немересі Кумидан болатынына барлығы таң қалды. Куми де сенбеді. Баучи бұл жақсы хабар емес. Ол әйелдің немерені көтеруге лайықсыз екенін айтты. Құдайдың көрінісі бойынша Куминың баласы бұл үйге кіре алмайды деді. Апайы мен ағайы дереу тоқтатқысы келді. Бірақ Баучи ант беріп жариялады. Кумидің баласы ешқашан қабылданбайды. Бұл туралы Радживге айтса, сол адамды үйден қуып шығамын деді. Содан кейін Баучи Куми мен Хансиниді бөлмеге шақырып, айнаға қарап, олардың ішінен кім өз әулеттерінің мұрагерінің қанын жалғастыруға лайық екенін көруін айтты. Ол Хансиниге тезірек бала көтеруді бұйырды. Ал Кумиге Радживтен алыс жүруін ескертті. Егер Куми деген бұл қызметші бірінші болып жүкті болса, онда екеуін де үйден қуып шығатынын айтты. Хансини ашуын Кумиге төгіп, осы үйге келуіне өзіне рахмет айтуы керек екенін, оның осындай түрмен әйел болуға да, бала тууға да лайық емес екенін, өзінде бірге қуылуға ұрындырмауын айтты. Ол Кумиге Радживтен алыс болуға, тіпті оны өзіне жолатпауға уәде бергізді. Куми келісті. Радживтің Кумиге деген көзқарасы мүлде өзгеріп кеткен еді. Ол Кумидің өзіне жасаған қамқорлығы үшін қатты риза болды. Тіпті анасының алқасын Кумиге сыйлады. Кумидің іші удай ашып, көңілі толқып кетті. Бірақ ол Хансиниге берген уәдесін есіне алып, Радживке өзіне мұндай алқа лайық емес екенін айтты.
Алайда Раджив оның қолын ұстап, Кумидің оған әбден лайық екенін айтып, мойнына тағып қойды. Кумидің көзінен жас үздіксіз ақты. Ол Радживке қарай алмай, сылтау айтып, апайын іздеуге кетпек болды. Бірақ Раджив оны ұстап алып, төсектің жанына отырғызды да өзіне ән айтып беріп, өзі ұйықтаған соң ғана кетуін сұрады. Куми қарсы тұра алмай келісті. Раджив ұйықтап кеткен соң Куми жерге жатып ұйықтады. Ал Хансини бала көтеру үшін бар айласын Сандживке көрсетті. Бірақ Санджив оған көңілде бөлмеді. Ол баяғыда Хансинидің не мақсатта жүргенін білген еді. Өйткені ол Хансинидің үйлену кезінде вуалін ауыстырғанын көрген болатын. Ол Хансиниге жақсы ана болғың келсе, алдымен жақсы адам болуды үйрен деп айтты. Хансини ашудан түні бойы ұйықтай алмады. Ертеңгісін ерте тұрып Радживтің бөлмесінің жанынан өтіп бара жатып, ашық тұрған терезеден Раджив пен Кумидің бір төсекте жатқанын көріп қалды. Демек Куми Бауджидің ескертуін мүлде елемеген. Ол дереу суретке түсіріп, Бауджиге барып шағымданбақ болды.